Амансыз ба? Бүгін біздің дәрісіміздің темасы синонимлер. Тілімізді ярасық, ыспайы етадаған синонимлер ақында мен сізге айтпай сүйемін. Синонимлер олар түрлі кепті айтылған, амма юқ мәнәлі сөздер. Егер мен біреудің әрілігін айтпаға сүйсем, мен айтарым: ыспайы, айбатлы, ярасық, сұлу, көзелді. Сосы сөздер, сосы қысқай ақылдың, қыздың, абайдың, яда ясекөннің, яда қыздың, қызалақтың ыспайлығын, әрілігін көрсететін сөздер болады. Ол сөздерге тағада бірген қайтарылып айтам, синонимдер деп айтылады. Синонимдер тілімізге бек кереклі сөздер, сөйлем кесектер. Мысалы, күлу, смеяться деген сөзді бірнеше сөздермен біз айтпауы. Мысалы, күлу, ыржаю, пырқылдау, сарқылдау. Бұл смех деген сөзді мәнесін, күлкі деген сөздің мәнесін аңлатса да, бұл сөздердің мәнесін, әрбірісінің өзінің мәнесі бар. Күлу, ол барса да, ыржаю деген ол бір зат мәнеде айтылған. Не ыржаясың сен ма қарап деген. Біраз селекелеу мәнеде. Пырқылдау деп, үндемей тұрып бірден күле берсе, ол пырқылдау деп айтады. Сарқылдау деп, сарт-сарт етіп күлген әдемгі айтады. Ama бұлар бәр сөздерде бір қуанышты, зауқлықты, шатлықты білдіретаған сөздер болады. Бір мәнеде олар бізде синонимлер болады. Жоқ мәнелі сөздер. Мысалы, біз кеде деп айтамыз. Қараноғайлар, Дағыстан ноғайлар кеде дейміз. Бұл кеде қалай ақылы кеде? Қобан ноғайларда айтылады ясты. Ясты. Қауға дейін. Қауға, вайнада, қауға ол соғыс. Ол синоним бір мәнеде аңлатқан сөздер. Ясекөн, взрослый адамдарға айтылады, ақсақал. Ақсақалы ағай десе, алдына тұрып, алдына шығып, салам берді айтамыз. Қазан. Қазанда ет қайнайды. Яда шорғада ет қайнайды. Кастрюляда, бұл синоним болады. Іс, құлық. Істі сүйген әдім бірде ялықпайды. Істі сүйген әдім бек нәсіплі, құлықшы. Бұл істі білдіртаған сөздер. Сәби, ребенок, бала. Сәби, бала. Бұл синонимді сөздер. Құртқа, ясекөн әдімге, тағы да басқалай біз айтамыз анайды. Құртқа, бабушка, анай. Бөрі, қарысқы. Егер біз айтпаға сүйсек, мысалы, теңестіргіміз келеді, екі балады. Мысалы, бірінші бала, едапсыз, лаңқалы, төбелескіш. Бұл қайден қылын көрсетеді? Бұл баладың тербиясыз екенін көрсетеді. Егер біз айтсақ, бәтір, жігерлі, жігіт десек, ястың ақылда біз айтсақ, сосы сөздер синонимдер көрсетеді баладың жігерлігін, өткірлігін, бәтірлігін. Емізікте бәрімізді жігіттілер шалыспай керекпіз. Міне көп сөздерге кірмеген. Синонимдер жоқ мәнәлі сөздер болса, бізде антонимлер қарсы мәнәлі сөздер. Онда біз білмей керекпіз. Слова с противоположным значением. Мысалы, ақ, қара, биік, маштақ, семіз, арық, ақыллы, ақылсыз, еді әумеди. Ол болады қарсы мәнәлі сөздер. Солай бар бізде амонимлар. Бірде айтылатаған, бірде yazылатаған, амма мәнәлері түрлі. Мысалы, бас әдемнің басы, аяғыман бір затты бас. Бірде екі айтылады, бірде екі yazылады, амма бірінші сөз ол болады ат, екінші сөз бастен болады глагол. Мысалы, сісе, терезедің сісесі, су шетаған сісе. Терезедің көзі, әдемнің көзі. Көресіз бе, бұлар бізде бірде айтылатаған, бірде yazылатаған, ама мәнесі түрлі сөздер боладылар, амонимлар. Бұл біз білмей керекпіз. Синонимлар, олар бізде юқ мәнелі сөздер, слова близкие по значению, антонимлер, слова с противоположным значением, амонимлер, бірде айтылатаған, бірде yazылатаған, ama мәнесі түрлі сөздер. Сол үш затларды әрі білмей керек сөйлейм, сізге қызықлы болар деп сенем.